Құрметті алаш азаматтары, қасиетті қазақи қауымы, сәлеметсіздер ме? Қазақ сөзінің бір синонимі алаш деп аталады. Алты алаштың ұлымыз, алаштың ұрпағымыз дейді қалың қазақ. Ал осы алаш сөзін ғылымда немесе шежіреде неше түрлі түсіндіреді. Енді қазақтардың 4-5 мың жылдан бұрынғы аталарының бірі ғұндар болып табылады. Олар Қытай деректерінде шоңну деп аталған. Енді осы ғұндардың Тәңірқұты, Түмен Тәңірқұт, Мөде Тәңірқұт деген әйгілі Тәңірқұттар бар. Солардың шыққан руы немесе әулеті Қытай деректерінде Хулянти немесе Шулянти деп аталған. Бұл көне Қытай фонологиясы бойынша дыбыстасақ, алайынтылы болып шығады. Алайынтылы көне түрік тілінде алатты деген мағынаны білдіреді. Алайынтылы Махмұд Қашқарида да кезігеді, кейінгі Әбілғазыда да кезігеді. Осы алайынтылы алат деп аталған Қытай деректерінде. Мысалы, ғұндар өмір сүрген кей жерлерде ғұндардың осы алайынтылымен аталған жер аттар өте көп. Мысалы, Батыс Кансуда Хылан тауы дейді, сол алаттың бір өзгеріске түскен түрі. Одан кейін мына қазақтың кіші жүзінде алшындар дейді, бәрі сол алайынтылының кейінгі фонетикалық өзгеріске түскен түрі болып табылады. Не үшін біз алаш пен алайынтылыны мынандай бірлестіреміз? Өйткені бұның терең тарихи негізі бар. Ғұндар түркітілдес болған. Ғұн Тәңірқұттары сол алайынтылыдан тараған, ал олардың кейін ұрпақтары Көктүрік деген атпен мына тарих сахнасына енген. Көктүріктердің арғы ата бабасы Қытай деректерінде ғұндардың Мөде Тәңірқұты деп аталады. Әуелі мына Күлтегін ескерткішінде өшкін бір Қытай әріптері бар. Сода Күлтегіннің арғы тегі ғұндардың атасы Шахушы деген, соладан тарайды деген сөз бар. Ол өшкін болғандықтан қазір ғылымға өте белгілі емес. Сол 150 жылдың алдындағы Жапония ғалымы Ширатори осыны дәлелдеген. Ал көктүріктерден кейін алайынтылы мына қыпшақтарға, оғыздарға тараған, кейін алайынтылы деген ру пайда болған, кейін алақшын деп аталған, қазіргі кіші жүздегі алшындар сол алақшынның өзгеріске түскен түрі деп айтуға болады. Сондықтан қазақтар мен ғұндардың арасында осындай қандастық байланыс бар деп айтуға әбден негізіміз бар. Рахмет.